Жұбайыңмен неге тіл табыса алмайсың? Ассаляму алейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі өте маңызды тақырып: жұбайыңмен неге тіл табыса алмайсың? Бұл мәселе қазіргі уақытта көптеген отбасыларда кездеседі. Бәрі жақсы басталған қарым-қатынас уақыт өте келе суып, түсінбеушілікке айналады. Неге бұлай болады? Неге екі адам бір-бірін жақсы көрсе де, бір үйде тұрып, бір-бірін түсінбей кетеді? Осы сұрақтардың жауабын бірге іздеп көрейік. Бірінші себеп — тыңдай білмеу. Көп жағдайда адамдар сөйлейді, бірақ тыңдамайды. Әркім өз ойын айтқысы келеді, бірақ қарсы адамның не айтып жатқанын жүрегімен қабылдамайды. Жұбайың саған бір нәрсе айтқанда, сен оны бөлесің, немесе бірден жауап қайтаруға асығасың. Ал шын мәнінде ол тек тыңдауыңды қалайды. Тыңдау — махаббаттың бір белгісі. Егер сен шын ниетпен тыңдай білсең, көптеген мәселелер өзінен өзі шешіледі. Екінші себеп — құрметтің жоғалуы. Махаббат уақыт өте келе өзгеруі мүмкін, бірақ құрмет ешқашан жоғалмауы керек. Көп отбасында адамдар бір-біріне ауыр сөздер айтып, ренжітіп жатады. Ашумен айтылған сөз жүректе із қалдырады. Жұбайыңды ренжіту — өзіңді ренжіту деген сөз. Себебі сендер бір бүтінсіңдер. Үшінші себеп — күтулердің көп болуы. Кейде біз жұбайымыздан тым көп нәрсе күтеміз. Ол мені түсінуі керек, ол мені бақытты етуі керек деп ойлаймыз. Бірақ шындық ешкім мінсіз емес. Жұбайың сен ойлағандай болмай қалса, көңілің түседі. Ал бұл ренішке алып келеді. Төртінші себеп — ашық сөйлеспеу. Көп адам ішіндегі ойын айтпайды. Жинай береді. Бір күні бәрі жарылып шығады. Бұл үлкен қателік. Егер сен бір нәрсеге ренжісең, оны дұрыс түрде жеткізу керек. Тыныш, сабырмен. Бесінші себеп — уақыт бөлмеу. Қазіргі заманда адамдар телефонға, жұмысқа, басқа нәрселерге көп уақыт бөледі. Ал ең жақын адамына уақыт таппай қалады. Жұбайыңмен бірге отырып сөйлесу, бірге уақыт өткізу қарым-қатынасты нығайтады. Алтыншы себеп — эго және тәкаппарлық. Кейде біз кешірім сұраудан қашамыз. Неге мен бірінші кешірім сұрауым керек деп ойлаймыз. Бірақ бақытты отбасы болу үшін кейде өз эгоңды жеңу керек. Кім бірінші кешірім сұрады, сол әлсіз емес, керісінше ақылды адам. Жетінші себеп — салыстыру. Басқа отбасыны, басқа адамдарды үлгі ету өте қауіпті. Басқаның күйеуі осындай, басқаның әйелі сондай деген сөздер қарым-қатынасты бұзады. Әр отбасының өз жолы бар. Қалай түзетуге болады? Енді ең маңызды сұрақ — бұны қалай түзетуге болады? Бірінші, тыңдауды үйрен. Екінші, құрмет көрсет. Үшінші, ашық сөйлес. Төртінші, бірге уақыт өткіз. Бесінші, кешіре біл. Және ең бастысы — ниет. Егер екі адамда қарым-қатынасты сақтағысы келсе, бәрін түзетуге болады. Қорытынды: жұбайыңмен тіл табыса алмау — бұл соңғы нүкте емес. Бұл белгі. Яғни бір нәрсені өзгерту керек деген белгі. Әр отбасы бақытты болуға лайық. Сенің отбасыңда солардың бірі болуы мүмкін. Тек сабыр, түсіністік және ниет керек. Егер бұл видео саған пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып каналға тіркелуді ұмытпа. Мұндай пайдалы видеолар әлі де көп болады, иншалла. Пікірге өз ойыңды жаз, сенің пікірің біз үшін маңызды. Алла әрбір отбасыға береке мен бақыт нәсіп етсін.